Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кесет арнасы. Бүгін мен сіздерге байлықтың 8 құпиясы жайлы айтатын боламын. Кім-кімнің де шіріген бай болмаса да, жақсы өмір сүргісі келеді. Қалау бар, бірақ әрекет жоқ. Алма піс аузыма түске салынып кеткен дейміз. Бұл дұрыс емес, алға жылжу қажет. Алғашқы қадам жасағыңыз келсе, мен айтатын мына құпияларды қаперіңізден шығармаңыздар. Біріншіден, сәттілік үшін ең ыңғайлы уақыт. Байлық жинап, сәтті адам болып, тез өзгеру үшін қазірден асқан жақсы уақыт жоқ. Сіздің осы шақтағы жағдайыңыз болашақта қандай болатыныңызды анықтайды. Екіншіден, алысқа көз жүгіртіңіз. Бір затты сатып аларда, оны ұзақ уақыт бойы іске асуын бақылаңыз. Яғни қанша ақша жұмсайтыныңызды емес, оның болашақта қалай пайдаға асатындығына назар аудару керек. Үшіншіден, ақшаға теріс қабақ таныту. Көптеген адамдар ақшаға екі түрлі қарама-қарсы эмоция танытады. Махаббат пен жек көрушілік. Жақсы көреді, себебі ақша арқылы армандағы заттарға қол жеткізіп, одан ләззат алуға болады. Жек көреді, себебі ешқашан жетпейді. Ақша бүкіл өмірін бақылауға алғандай сезінеді. Бәрібір онсыз өмір сүре алмаймыз. Ақша жоқ болса, қарызға, несиеге алуға асығамыз. Эмоцияның айдауына бағынбаңыз. Қалаған заттарға қол соза беруді доғарыңыз және кредиттік карталардан бас тартыңыз. Төртіншіден, дұрыс бағдарлама жасамау. Баз біреулер ақшаны үлкен құндылық санайды. Олай емес, ақша бұл жай ғана қағаз. $1,000,000 болғанын қалаймын деген мақсат қойсаңыз, оның мән-мағынасын жоқ екендігін біліп қойыңыз. Шын мәнінде сіз бір бума қағазды қалап тұрсыз. Мақсатты ақшамен байланыстырып қоймаңыз. Сіз бай деп ойлайтын адамдарға қараңызшы, олар өздерінің байлығын ақша деп санамайды. Бесіншіден, ой дұрыстығы. Сіздің айналаңыздағылардың ақшаға деген көзқарасы басқа болса, ақшаны зұлым және адамдарды құртады деп ойласаңыз, дереу бәрінде өзгерту керек. Алтыншыдан, баға. Біз ескере бермейтін ең зиянды әдеттердің бірі дүкендерден, базардан өте көп тауар сатып алуымыз. 30 күн жинағанымызда бір күнде шашып жібереміз. Сол себептен керек жарақты сатып алмас бұрын арнайы жоспар құрып алыңыз. Жетіншіден, бай адамдар ақшаны қазынасына қоспайды. Бай адамдардың меншікті активтері бар, ал кедейлерде қарыз, несие және міндеттер. Соңғылардан құтылғанда ғана байлыққа деген жол ашылады. Сегізіншіден, ақша тауып жүріп оқыңыз. Білім мен оқу ең басты құндылық. Ақшанызды білімге, тәжірибеге жұмсаңыз, алдағы уақытта одан да көп ақша табатын боласыз. Бизнесті меңгеруді, тілді, басқа да қосымшаларды үйреніңіз. Сіз адамдарға емес, адамдар сізге қызмет етуі керек. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кесет арнасы. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.